Ораза айт намазының оқылу үлгісі. Ораза айт намазын оқымастан бұрын бірінші былай деп ниет етеді. Ниет еттім Алланың разылығы үшін ораза айт намазын өтемекке. Ниет етіліп болғаннан кейін Аллаху акбар деп екі қол көтеріліп, құлақтың жұмсақ жеріне тиіп қол байланады. Қол байланғаннан кейін бірінші сана дұғасы оқылады. Сана дұғасы оқылғаннан кейін 3 рет тәкбір тартылады. Аллаху акбар, Аллаху акбар. 3 рет тәкбір тартылғаннан кейін қол байланып, Фатиха және қосымша сүре оқылады. Оқылғаннан кейін рукуғке барып, рукуғтың дұғасын 3 рет айтады. Сөйтіп рукуғтен қиямға тұрып, одан кейін сәждеге кетеді. Сәждеде оның дұғасын 3 рет айтады. Сәждеден басын көтеріп сәл отырып, қайтадан сәждеге барып, оның дұғасын 3 рет айтады. Сәждеден басын көтергеннен кейін екінші ракағатқа тұрады. Екінші ракағатта қолды байлап, Фатиха және қосымша сүрені оқып, 3 рет тәкбір алады. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху. Тәкбір алғаннан кейін рукуғке барып, онда оның 3 рет дұғасын оқиды. Рукуғтен тұрып, сәждеге барып, сәжденің дұғасын 3 рет оқиды. Сәждеден басын көтеріп, сәл отырып, қайтадан сәждеге барып, онда сәжденің дұғасын 3 рет оқиды. Сәждеден басын көтеріп, отырысқа отырып, отырыста ат-тахият пен сана дұғасын және қосымша дұғаны оқып, екі жаққа сәлем береді. Екі жаққа сәлем бергеннен кейін қолын көтеріп, Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал жалали вал икрам деген дұғаны оқып, бетін сипайды. 2 ракағат ораза айт намаз оқылғаннан кейін имам мінберге шығып құтпа оқиды. 2 ракағат ораза айт намазының оқылу үлгісі осылай болады. Ниеттеріңіз қабыл болсын.